бір ел бір кітап ұлттық әдебиетімізді дәріптеуге бағытталған республикалық акция. 2025 жылы бұл жоба аясында қазақ әдебиетінің көрнекті қаламгерлері Жұмекен Нәжімеденов пен Тәкен Әлімқұловтың шығармалары оқуға ұсынылды. Бұл көрме қазақ әдебиетінің қос дарабозы Тәкен Әлімқұлов пен Жұмекен Нәжімеденовтің рухани мұрасын насихаттауға арналған. Жазушылардың туындылары адамдық ар-ождан, отансүйгіштік пен рух тазалығы жайлы терең ойға жетелейді. Көрме оқырмандарды ұлт руханиятымен таныстырып, кітап оқуға шақырады. Жұмекен Сабырұлы Нәжімеденов қазақтың көрнекті ақыны, прозашысы, аудармашысы және қоғам қайраткері. Ол 1935 жылы 28 қарашада Атырау облысы Құрманғазы ауданында дүниеге келген. Жұмекеннің шығармашылығы терең ойға, рухани тазалыққа және адамдық қасиеттерге толы. Ол өз поэзиясы мен прозасында еңбек, ар-ұят, туған жер, намыс, адамгершілік тақырыптарын жиі қозғаған. Жұмекен Нәжімеденов «Менің Қазақстаным» атты өлеңнің авторы. Кейін бұл шығарма еліміздің мемлекеттік гимнінің сөздері ретінде қабылданды. Оның әңгімелері мен өлеңдері адам жанының нәзік иірімдерін ашатын терең туындылар. Соның бірі «Бір үзімнан» әңгімесі. Бұл шығармада жазушы аштық пен жоқшылықтың, адамдықты жеңе алмайтынын, ар мен ұяттың нағыз байлық екенін әсерлі түрде көрсетеді. Бұл оқиға соғыс жылдарында болған. Сол кезде елде аштық, жоқшылық ауыр күндер еді. Адамдар ғана емес, балалар да сол қиындықты бірге көрді. Бір ауылда бір кішкентай бала тұратын. Күн сайын қарны ашып, бір үзім нан таппай қиналатын. Бір күні ол ауыл ішінде жүріп, келе жатып, бір үйдің терезесінен нанның бір үзімін көреді. Көзін алмай ұзақ қарап тұрады. Іші күйіп, ойы сан-саққа жүгіреді. Мына нанды алсам беккен, ешкім байқамас, бір үзім ғана ғой. Аштық деген ауыр ой. Бала терезе алдына жақындап қолын созады. Дәл сол сәтте үйдің ішінен қарт әженің әлсіз дауысы естіледі. Мына бір үзім нанды балаларға берем, өзіме де жетпей қалады ғой. Сол сөзді естігенде баланың жүрегі дір ете түсті. Ол әжені көз алдына елестетті, жүдеп жадаған, бірақ соған қарамастан өз үлесін де балаларға қиып бермек. Бала кенет өз анасын есіне алды. Анасы да үйде аш отыр. Сол сәтте оның ар-ұяты оянды. Қолын тартып алып, терезеден кетіп қалды. Жол бойы көзіне жас үйіріліп, жүрегі шымырлады. Жоқ, мен ондай бола алмаймын. Бір үзім нан үшін ұятымды сата алмаймын деп іштей күбірледі. Ол күні ол ештеңе жемеді. Бірақ жүрегі таза, ар-ұяты аман қалды. Бұл оқиға жай ғана бір баланың аштығы емес, бұл адамдық пен ардың жеңісі. Жұмекен Нәжімеденов осы әңгімені жазу арқылы адам ең кедей күнінде де, ең аш сәтінде де арын жоғалтпау керек деген ойды жеткізеді. Бір үзім нан қарапайым оқиға арқылы үлкен өмір сабағын үйрететін шығарма. Жұмекен Нәжімеденов осы әңгіме арқылы адамгершілік, ар-ұят, адалдық секілді қасиеттердің адам өміріндегі ең асыл байлық екенін көрсетті. Бір үзім нан кішкентай ғана дүние сияқты көрінгенімен, оның астарында үлкен адамдық философия жатыр. Адам өз арында, өз ұятын, өз жүрегін таза сақтаса, нағыз адам сол.